Сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен өте тойымды, жеңіл әрі тез жасалынатын салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қайнатылған жұмыртқаны видеодағыдай төртбұрышты формасына кесіп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астында описанияда қалдырып кеттім. Келесі 300 грамм шұжықты видеодағыдай ұзынша жіңішке қылып кесіп аламыз. Сол сияқты қиярды да ұзынша кесіп аламыз. Осы салат өте жеңіл болғандықтан, қонақтар келген кезде тез жасай салатын салаттардың бірі болып саналады. Ал біз жұмыртқаны, шұжықты және қиярды осылай ұзынша кесіп алдық. Енді оның үстіне горох бұршағын қосамыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп, шым-шым тұз қосып және майонез қосып араластырып аламыз. Менде майонез примерно 3 ас қасы салынды. Егер майонез аз салыңыз келсе, одан аз салуға болады. Бізде осындай ең тез жасалынатын салат дайын болды. Салат өте дәмді әрі тойымды болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.